Мен Бермағамбетова Айша Амангелдиевна, 1968 жылы туып өскенмін. Эндокринология, гематология бөлімшесінің бөлім меңгерушісімін. Еңбек жолым ол 1986 жылы Гурьев медицина училищесін бітіріп, осы облыстық аурухананың хирургия бөліміне медбике болып орналастым. Содан 3 жыл бойына медбике болып жұмыс жасап, үлкен дәрігерлермен бірге жұмыс жасадым. Бекбай Бимағанов, Муса Резванович Утепкалиев, Құмар Муканович Қуанышев, сол кісілермен жұмыс жасап, сол дәрігерлерден тәлім-тәрбие алып өсіп, 3 жылдан кейін 1989 жылы Ақтөбе институтының дайындық курсына түсуге бел буып, сол институтқа түсіп, 1996 жылы дәрігер бөлімін бітіріп, емдеу факультетін бітіріп, 96 жылы Атырау қаласына келіп, эндокринолог интернатурымда эндокринология бөлімімен бастадым. Сол кезде интернатурына 6 ай курсын өтіп, Чичибавина Анна Васильевна Сүйнешева, Балзия Зулухарна дәрігерлермен бірге эндокринология бөлімінде эндокринолог болып жұмыс жасадым. Өте келе 97-98 жылдары эндоцентр орталығында жұмыс жасап, эндокринолог болып, одан ары қарай 2017 жылы бөлім меңгерушісі болып тағайындалып, облыстық ауруханаға эндокринология, гематология бөлімшесінде бөлім меңгерушісі болып, қазіргі таңда жұмыс жасаудамын. Эндокринологияда өте қатаң науқастар келіп жатады. Бұл жерде сахарный диабет, кетоацидоз, асқыну сатылары, аяқ гангренасы, трофическая язва, және де қосымша аурулары бар, жаңағы давлениесі бар, артериальная гипертензия, тағы да бауыр аурулары менен қосымша науқастар өте көп. Солардың бәріне емдеу әдісін тағайындап, өзімнің қасымдағы жас буынды дәрігерлермен бірге еңбек етудемін. Қазіргі таңда қант диабеті қала облыс бойынша 13 мыңдай науқас бар. Солардың бәрі енді жергілікті район бөлімдерінде эндокринолог дәрігерлермен консультация алып, ары қарай емдеу жолына осы біздің облыстық аурухананың бойындағы эндокринология бөлімшесіне келіп емдерін алады. Менің еңбек жолымда әртүрлі енді Москва қаласында конференцияларда тәлім-тәрбие алып жүрдім. Алматы, Астана қаласынан оқуларым бар, оқыған. Әр жылда 2000-нан бастап осы күнге дейін офлайн деп атыр, онлайн сол курстарымның бәрін алып, өзімнің еңбегімді ары қарай әрі де жалғастырып, өзімнің білімімді жетілдіре беремін. 2008 жылы министерствоның бөліміменен Каунас қаласына барып, өз жерден де тәлім-тәрбие алдым. Эндокринология бөлімшесінде 3 аптадай сол жақтан курс алып, оқып, осы елге келіп, сонда көрген жаңағы тәжірибемді өзімнің науқастарыма еңбек жолымда әлі де қолданып келемін. 2016 жылдан бері қарай Алматылық эндокринология ассоциациясының мүшесімін. Осы наурыз айынан бастап облыстық Атырау облысының штаттан тыс эндокринолог дәрігері болып тағайындалып жатырмын. Біздің науқастар көбіне көп кетоацидоз дейміз. Сол жағдайда жан сақтау бөліміне түсіп, сол өлім мен өмірдің арасында арпалысу кезінде де біз түн демей күн демей соларды сол кетоацидоз жағдайынан шығаруға көмегіміз тиіп жатыр деп ойлаймын. Қаншама науқастар, бізге тек қана жаңағы сол науқастың сол жан сақтау бөлімінен шығып, әрі біздің өзіміздің бөлімшеге келіп, әрі қарай өздерінің ем-домын біздер тағайындап, соны ары қарай шығып, өздері күтсін деген үміттемін.